Иә, иә, мазай тыңдап тұрым. Балаларым күнен сұрып атқан. Иә, соған келгем, кешке хабарласам, е ма? Жақсы. 25 теңге. На-на-на-на-на-на-на 25 теңге. Ассалаумағалейкум. На-на-на-на-на-на 25 теңге. На-на-на. Қалай жылдыңыз? Қалайсың жігіттер? 25 теңге. На-на-на-на-на-на 25. Так. 25 теңге. На-на-на-на-на-на. Мынаусы несі? Мотор! Ойбай, бауырым. Қазаққа жер болды, қой, жер. Даңқын қайда төскөрлеген. 600 мың әскерменен кіп кішкентай отырарды алмау. Еснаға драма ойнаватыр. Оу. Тоқтатыңдар. Қайдағы драма? Комедия керек көрерменге. Комедия, күлдіру керек көрерменді. Балаларын есендердің. Сценарийді өзгертеміз. Бұл Ералаш, студент. Мамандығы басқа сала болғанымен, негізгі арманы сахнаға шығып ән айту. Бақыттың бақшасында бұлдайман шарықтап, олы тойда ән саламын ай. Ал, келесі. Мұнаның түрін қарасам мұнаның. Баста берейін ба? Баста. Қызданы, қойылған қасым қандай, ашымды салма мойын, мөлдіреген қалқама. Қой. Айналайын. Конкурсқа келер алдың, кімің жөндесен? Мынауың ят болды. Балам, конкурс жылда болады. Сен келесі жылы дұрыстап киініп келе ғой. Жарай ма? Ералаштың өздеріңіз көріп тұрғандай, сахнаға шыққанда анда-санда жолы болмайды. Достар, жүрсін қайда? Бірге мынаны арғылы жігіт емес па? Сол. Тыңдап алайық. Ескалысып осындайда. Бұндай мұндайлар кеп тұрады. Келесі. Негізінде домбырасын неше тапқан екен? Қайықтың домбыра, гитара ғой. Солай ма? Онда крестик. Так, келесі шықсын, келесі. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Мұна бұлтыр ғой домбырамен тағы келдің ау, қарасай. Мұна ана Мырқымбай ғой. Мұнау. Айналайын. Өткенді саған айттық қой. Кеме, түрің жоқ, не затың жоқ. Хотя мини-дискің бар ма? Мини-дискің. Сен оты білесің ма? Әлемнерді қаншасынан бар екен білесің ма? Қойсайшы, болды ғой, қойсайшы. Осылардың кесірінен қазақ эстрадасы ешқашан көтеріле алмайды. Қойсайшы. Болды ғой. Керек жоқ осылар. Отырсай, болмайды мұна. Ассаламағалейкум. Әй, сен қанша жыл бол келіп жүргеніңе? Қашан өлең айтасың? Бұлайша айтқанда, анда-санда емес, үнемі жолы болмайды. Бірақ оның арманына жетуге, қол ұшын беруге дайын достары бар. Марат, нақ Шумахер. Оның автокөлігі ең жылдам, ең әдемі екеніне сенімді. Әрине бұл Мараттың ойы. Такси ма, такси? Жай такси емес, Шумахер такси. Анау балет театрына апарып тасташы, айналайын. Қанша? 300 теңгеңді берейін. Сіз менен сұраңызшы апа, неше деп? Қанша дейсің жаным? Жарайды, сіз үшін 300 теңге болсын. Әй, ойынды ғой да, опера балет театрына апарып тастаса ішмейін. Кеттік онда. Айналайын бадан. Жайлаға түсінші, айналайын. Содан көзге қарабайда. Бисмиллахиррахманиррахим. Ай, балам, жайрақ жүруге болмай ма? Апа, бәрі жақсы. Қысылатын еді. Апа, жақсы бәрі. Апа, ойындамаңыз. Ай, өлесің,
Су. Апа, су жоқ, кола болады ма? Кола, міне. Апа. Керек емес, қажет емес, жат. Тәртіші бол. Апа, басқа таксиді не қыласыз? Өзім жеткізем. Олар қымбат алады, апа. Мен 2 точкаға скидкамен барам, апа. Апа. Апа, бәрі жақсы болады қазір. Тез. Апа, не болып қалды сізге? Жай. Тез. Ұстаңдар. Пульсын тексеріп көрейік. Нормально пульсы. Апа, сізден 500 теңге. Ой, Құдай-ай. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Апа, сізде майда жоқ па? Есінен танып барады. Келесі жол қайтарам. Каз бос емес сияқтысыз ғой. Біздің келесі арманшыл жігіт Баха. Ол өз достарының қорғаушысы. Соқ, біржан, жоғар. Бастан. Бақа кәнекей, бастан. Баха боксты сүйеді, бірақ жарысқа шығып көрмеген. Жиі ол әрекеті арманға айналып бара жатыр. Іштен, бастан. Ой, ақымақ. Ей, мына грушаны ұрмайсың бе? Қорқпаса сен қашпа ешқандай. Бар, кезек. Оң қолмен. Соқ! Ой! Қолыңды! Не үшін? Не, бетіне бірінші жауыстырма, не? Күшті екенсің. Ой, сені! Ой, ақымақ! Ей, сен, онымен рингтен неге сөйлестіңіз? Ол алдан соққылады сен. Есіңде болсын. Ол, бокста тактика бар сондай. Енді бұдан бұлай, саған қара ұржиып күлетін болса, сені әлсіз деп түсінетін болады. Есіңде болсын, бірінші соққыла, әйтпесе кеш болады. Егер соққыламасаң, онда сен қорқақсың, сілімдіксің, әлсізсің, күшің жоқ. Ой, жарамсыз, спортсменсің. Жарысқа дайындал, жаным. О, бұл Нурик. Нурик махаббатқа жақын. Қыз баласын сүю ол үшін басты жұмыс секілді. Алайда Нуриктің махаббатқа деген өз шарттары бар. Жаным, мен бірден айтайын. Егерде мен сені жаным десем, онда мен тек қана сені сүйем деген сөзім. Ал басқа қыздарға жаным ау десем, онда оғыз мен қарындасым, немесе названный сестренкам деген сөзім. Түсіндің ғой? Я, түсіндім, жаным. Енді сондай жағдайда о сенің қандай қарындасың, немесе о сенің қандай сестренкам деп миымды ашып тауып уәде берші. Уәде берем. Тағы айта кететін жайт. Көрінген қыздарға немесе достарыңа екеуміздің жүретінімізді айта берме, жарай ма? Қалай сонда? Екеуміздің жасырынып жүргеніміз шын махаббат емес па? Жо, жаным. О деген мен сені қатты қызғанамын, немесе шын сүйемін деген сөзім. Маған сенесің ғой? Иә, сенемін. Сен кеше қайда болдың? Ал мен сені сол жерде 2 сағат күттім ғой. Неге сен өткенде мен танымай бара жатсың? Тұршы, мен саған берген сыйлығым қайда? Түсінбедім, қыздар. Сендер кімсіңдер өз? Біз Айман екеуміз қазақпыз. Кукумашын. Ей, жаным үшін, күнім үшін. Жаным, мені сүйесің ғой? Әрине сүйемін. Осы шарттардың бәрін естен шығарма, жарай ма? Иә, жарайды. Онда осы қағидаларды ұстансаң, қыздардың бәрі сенікі болады, Қойшы. Шын айтам, бар. Ана кетіп баратыр, бар. Қойшы. Жігіттер, осы оқу жылында біз өз армандарымызды орындауымыз керек. Қалай?
Бұл жағдайда біздің іс-әрекетіміз шешетін менде мынандай тиын бар. Ой, дал болса. Мына тиын біздің іс-әрекетіміз шешетіне не дәлел? 25 теңге. Бере тұршы. Ой, мен әдеттегідей ауылда бір қызбен жүргенде маған осы 25 теңгені сыйлаған. Сөйтіп, Жігіттер, мен оданша сендерге қалай болғанын айтып берейін. Әдеттегідей ауылдың ең сұлу қызымен жүріп жүрген кезім. 9 мамыр күні ай сол маған сыйлық беріп қалады ау деген үмітпен үйіне бармайын ба? Сол кезде маған атасынан қалған 25 теңгені сыйлады. Тиынды алып, мәз болып көшеде кетіп бара жатқанда, бұрыштан бөтен ауылдың жігіттері қызыма тисе бастады. Әрине оларға күшім жетпейді. Себебі олар 7-8 бала еді. Сөйтіп 25 теңгені шиыруға бел будым. Егер 25 теңге жағы түссе, әлім жетеді. Ал егер керісінше герб жағы түсетін болса, оларға әлім жетпейді деген сөз. Тиынды шиырдым. 25 теңге жағы түсті. Сөйттім де арасында ең ірісінде бардым да жағынан бөрдім. Ол тыпырақтап қашты. Жігіттер де артынан зымырап кетті. Қуалаған күйі бір көзімді ашсам, ауылдың шетіне қуалап кетіп барады. Артыма қарасам, артымнан қызым қалмайды. Сөйттім де қаным қарайған күйі арттарынан қуалай бердім. Бір есім жинасам Балқаш көліне жақындап қаппыз. Топырақтың шаңын шығарып қуып баратырым. Аналар қашып баратыр. Әттең қызым шаршап қалмағанда екеуміз қуып жетіп барып мұрындарын бет қылатын ек. Қызыма қарадым да жаным ашып кетші. Сөйттім де қызымды ертіп алып, амал жоқ ауылға кері қайтуға мәжбүр болдым. Сөйттім де қызымды жігіттерше үйіне шығарып салдым. Сол күннен бастап ауылда батыр атандым. Қызым содан бері мені одан әрі жақсы көріп кетті. Ей, 25 теңгенің құдіреті өшірде, жігіттер. Сенбейсіңдер ме не? Берші маған тиынды. Дәл осы жерде көздеріңше лақтырам да, 25 теңге жағы түсетін болса, онда осы іс осының бағытымен жүреміз. Ал егерде керісінше герб жағы түссе, онда бұл әңгімен бәрін бос деп есептейік. Көресіңдер ме? Көрейік. Давай. Әне? Гамбеш. Бері тұршы көрейін. Беш, көрейін. Мені ғой, мен айтып отырмын ғой. не болды сонда? Ауылда маған осы 25 теңгені сыйлаған. Осымен жігіттер келесі іс-әрекеттерін тиынмен шешуге бел буады. Нұркен, Жаным-ау, насын үстіріңкім ғой, қалайсың? Әпшем подружкасы ғой. Танысып қой, менің жаным, Айнұр. Дина, сәлем. Айтпақшы жаным, сен бүгін экзаменге дайындалатын емес пе? Жаным, мен саған ертең хабарласам, мамаңа сәлем айтсам жарай ма? Әпкем подружкасы ғой, байғұс жігіт тастап кетті. Білесің ғой, маған қара қыздар ұнамайды ғой. А Селе, знаешь, Руслан звондады ғой. Сөйтіп сана бізді кешке шақырды. Қыздар сәлем, қалайсыңдар? Мамаш бәрі аман есен. Қыздар, машиналарың маркасы қандай? Бумер. Ал сенікіне Land Cruiser ма? Land Cruiser емес. Тетті. Audi Тетті ма? Жоқ, дәлірек айтсам 99. Жарысуға қалай қарайсыздар? Қыздар. Біз ескі машиналармен жарыспаймыз. Ескі машина? Ал сендерді қай жылғы? 95. 95 вообще. Біздікі 2009. Свежак. Сен баратын жеріңді өзің білесің бе? Баратын жерді мен білмеймін. Баратын жер мені біледі. Шумахер мырзалар мен ханымдар, мынау менің лишний шоферім Марат 99 жылы. Ал мынау әсел бумер қызы бізбен жарысуға дайын емес екен. Бізбен жарысатын шумахерлер бар ма? Деп тұрсың ба сен бізді? Рахмет аға, Алла разы болсын суыңызға. Бауырым, сен бізге тең емессің. Әрі сен де бізге тең емессің. Әрі мына арбаларың да бізге тең емес. Так что бұл жерден кеткендерің жөн болады. 99.
Қойшы Марат, кет. Әлі жолығамыз. Ағам армиядан келсін, айырам. Тоже мне Шумахер. Угрожает еще нам. Бұрынбақтар! Көрінбек кеттің, көп болды. Танымау жүрмін, лақтырып. Ералаш, айтпай қойш бұл өлеңді. Неге етпе, маған ұнайды сөйлең. Дауыс шаңкірдек баған не қыласың, қойш. Суперстар қатысқан кезде осыған 200 құрттық қой дауыс береміз деп. Білмеймін, маған ұнамайды ол. Ералаш, вокалда сабақ беретін мұғалімге барып көрсей? Кім? Мен бір әпкені танимын. Соған барып көр. Ауыл кім? Ол атақты Нағима Айсқалиева. Кім? Нағима Айсқалиева деймін, ей. Бірақ ол үйреткен кезде... Ой. Бұл не? Нормально стой! Поехали! Ты что, за столом сидишь? Уже бухой, да? Уже мас? Мынау не? Стоп! Таудан емес, талдан! Поехали! Асықпа! Ай, талдан! Әнші болайын деп отырсың ба? Бақпайсың! Ей, не болды? Апарайын ба сол кісіге? Білмеймін. Яма жоқ па айтсай? Білмеймін. Кім біледі? 25 теңге біледі. 25 теңге? Роликте кет. Кет. Сен шынымен мен жақсы көресің ба? Жаным, бұл енді сенің қандай қарындасың? Жаным-ау, мен саған айттым ғой шарттарды бұзба деп. Жаным-ау? Мен саған жаным сияқты едім ғой. Сен... Девушка, менің ойымша бұл Донжуан екеуміз алдап жүрген сияқты ғой. Жоқ, мен... Екеуіңді ғана емес, бұл сұлу жігіт бәрімізді алдап жүрген сияқты. Мен түсіндірем, мен сендер түсін... Жоқ, Ал мен саған уәде беріп жүрсем, сен мені алдап жүрсің ба? мен түсіндірем. Алмаған бәрібір. Жоқ, қыздар, тыныш. Мен бәрін түсіндірем. Мен сүйетін қыз бар. Ол инабатты. 5 уақыт намаз оқитын қыз. Ал сендер сондай қыздың махаббатын бұзатын болсаңдар, мына мен сияқты күнәһар боласыңдар. Өзіне кетіп баратыр. Бұл тірлікті мен бұлай қалдырмайым. Мен бәрін білем. Қарындас, сізден өтініш, мені құтқарыңызшы. Мына топырлаған қыздар маған маза бермей жатыр. 5 минутқа мен қызым бола тұрыңызшы, өтініш, қарындас. Қандай Дон Жуан бұл жүрген бабник екен. Бұл жігіт сіздің сүйіктіңіз екені рас па? Жоқ, мен бұл жігітті танымаймын. Қалай сонда сен Мен өтірікшімін. Өтірікші болғанда судай өтірік шекесін. Бірақ қыздар, менен де күнә бар. Мен бұны ешкімнен қызғанбай құртып алғанмын. Сендерді алдаған жігіт менің жігітім. Сендер мені кешіріңдер. Егер араларыңда кешіргендерің болса, мына жерден кеткеніміз дұрыс. Топырлап дау шығарғанымыз қыз басымызға ят болар. Өтірікші, и вообще, көрмекші. Мен сен бәрібір десем. Маған кеше бір саппортный сөз айтқан білесің ба? Ой, Рахмет. Қарындас, рахмет сізге. Мен сізге көмектестім. Енді сөзді доғарып сіз өз жөніңізге кетіңіз. Жоқ, қарындас, енді мынау осы жағдайда мен құтқарған қыздың есімін білуге болатын шығар. Назым. Дон Жуан аға, бізбен бірге жүріңіз. Неқта қыздардан да артық нәрсе күттір.
осы жағдайдан кейін мен жақсы ойда қалмаған шығарсыз, бірақ Сізді сыйлайтын достарыңыз да қалмапты ғой. сіз мен жаман жігіт деп ойламаңыз. Мені тұғырықтан шығарған қызға әлі мен талай ризашылығымды білдіремін. Өз махаббатымды енді тапқан секілдім. Рахмет сізге, қарындас. Кездескенше алла жар болсын, қарындас, рахмет. Жігіттер, қойыңдаршы ұялып. Осындар қашан да қарасың? Осындайларым бар ғой. Есіңде болсын, енді бұдан бұлай саған қара ыржиып күлетін болса, сені әлсіз деп түсінетін болады. Бірінші соққыла, әйтпесе кеш болады. Егер соққыламасаң, онда сен қорқақсың, әлсізсің, күшің жоқ. Ой, жарамсыз спортсменсің. Күшті екенсің. Бірінші соққыла, әйтпесе кеш болады. Ай, айналайын, сенің есің дұрыс па? Қызға немелеге қол көтересің? Өзіңіз маған айттыңыз ғой. Біреу түріне күліп қараса, дер кезден болмасаң кеш болады деп, соны істедім ғой. Ей, ақмақ! Мен саған қарсыластың іс-әрекетін айттым. Сенге ақмақ спортсменді мен көрмегем. Айналайын, бұдан былай бар ғой. Спортзалға келмей қойсаң да болады. Ағай, өтініш. Кешіріңізші мен бір жола. Бір мүмкіндік беріңізші, енді қателеспей, уәде беремін. Саған, егер спорт керек болса, мұнда қара. Анау тұрған дәуқараны көрдің бе? Я, көрдім. Сол жігітті спарниктен ұтсаң, мен сені кешірем де, жарысқа да апарам. Ал егер одан ұтылсаң, өзіңнен көр. Спортпен қоштасасың. 2 апта уақыт берем, дайындал. Мынау деу қара мен сағыз шақ шайнап сайды, жүрегім. Оятындаршы мұнан, тұршы. Мұна есі ауыспаған ба? Түрі неме болып кеткен? Шываған ба? Соғыздырып нең бар еді? Соғыздар тұрған жамда мен сияқты қыздарды алдарып жүре берген дұрыс еді ғой. Не дейсің маған енді? Жағдайын бәрін тренердің өзінен естіп, қыз сені жақсы көріп қалған соншалық, саған емес, өз жігітіне заява жазып жіберді. Қайсы сол крутой болып жүрген? Кім ол? Көрсетші маған. Анау. Көрдің ба? Деу қарада. Мүмкін оған ақша беріп айнытасыларымыз, а? Жігіттер, осы әңгімеміз бекер сияқты. Бекер ма, бекер емес па? Оны кейін шешсін. 25 теңге жағы түсетін болса, жігітті көндіріп дей беріңдер. Ал егер еріп жағы түсетін болса, Ералаш, өзің барып сөйлесесің. Барасың? Көріңдер ма? Мә. Мені, бол. Тағы бір рет көрсем бола ма? Пожалуйста. Жоқ, давай, бар, давай. Бар деймін. Тез. Тез. Давай. Жастарыңға бере көрсін бала шыға. Точно. Кеттім. Давай. Ей, басай. Ағасы. Ағасы. Бір ананың явно духы жетпей жатыр. Інішек, анау жігітті көрдің бе? Сол жігіт қаладағы номері 1 Нурик деген бабник болады. Ал соның қасындағы Баха. Біз крышевать етеміз. Сен жақында сонымен спарнингке түседі екенсің. И вообще, ты должен проиграть бой. Әйтпесе, біз сені проигрыватель винамп қылып жібереміз. Түсіндің ба? Қалай сонда? Қалай болғанда да оның 2 варианты бар. А және Б. А варианты. Сен оны соқпайсың, бірақ оның соққыларын өзіңе қабылдап, таяқ жеуің керек. А Б варианты. Әйтпесе біз сені сындырамыз. Тағы басқа варианттар бар ма? В варианты бар. Сізге 25 000 теңге жинап бере аламыз. С варианты бар ма?
вариант бар. Ода не деп жазылған? Онда жарысқа барады деп айтылған. Мен С вариантын таңдаймын. Қай вариантын таңдады? Ж. Ол не? Жоқ деген вариант. Айттым сендерге. Сен ғой. Нормальный адам сұрасаң болады ғой. Ту қыздар, айттым сендерге ертерек келіп билет Назым, алып қойып қойшы. керек еді. Көңіл күйіңді түсірмей. Келесі сеансқа кіре саламыз. Иә, келесі сеансқа кіре саламыз, иә? Мәселе сода емес пе? Бұл соңғы сеанс. Оның үстіне көптен күткен фильм еді. Назым, уайымдама. Бір апта күте тұр, пират дисктер шығып кетеді. 800 теңгеге киноға кіргенше, 150 теңгеге сатып ала салмаймыз ба? Дұрыс. 150 теңгеге сатып алып көре салайық та. Сол дұрыс қой. Жоқ. Кинотеатрдан әсер мүлдем басқаша болады. Сәлем, қыздар. Менде артығымен 4 билет бар. Назым фильмді жіберіп алмасын деп, сендерге табыстайын. Қалай қарайсыңдар? Жоқ. Біз танымайтын жігіттерден көмек күтпейміз. А? Мен бар еді тәрпіштен. Кешіресіздер қыздар. Мына кереметтей гүлдер сіздерге. Қандай? Ой, рахмет. Көрші столиктегі отырған жігіттен. О, қыздар, ничего жігіт. Жоқ, қыздар, ол жігіттен емес. Ана столиктегі отырған жігіттен. Ну, рожа. Официант, бізге счет. Счеттарыңызды гүл сыйлаған жігіт төлеп қойған. Тағы да заказ берсеңіздер болады. Артығымен төленген. Ну, достал. Кет, қыздар. Сау болыңыз. Қыздар. Ne?
Кешіріңіз қарындас. Сіздің есіміңіз Назым емес па? Я, не болды? Мен сізді университетке жеткізіп салым керек. Ақшасы төленіп қойған. Кім төлеп қойған? Нұркен деген жігіт. Мен ондай жігіт танымаймын. А? Егер сізге төлеп қойған болса, кете беруіңізге болады. Мен таксимен емес, автобуспен жүретін қызбын. Ой, кешіңіз. Ой, кешіңіз. Ой, кешіңіз. Ой, кешіңіз. Да? Келе жатырмын ғой. Жақындап қалдым. Назымушка! Назым! Назым? Не болды, Анар? Ентігіңді басып айтсай? Мен қазір ғана сенің артынан қалма еп жүрген жігітті көрдім. Анау ма? Ол маған сенің көре алмай қалған қазақша фильміңді саған бер жерге сұранды. Тадын! Yes! Мен одан өлсем де сыйлық алмайтын едім. Бірақ фильмдегі сүйікті кейіпкерімді көру үшін жарайды. Рахметімді оған емес, саған айтайын. Арзым айт. Назым, қандай шара қолданатын болдың? Білмеймін әлі. Сол жігіт бәрібір сенің жүрегің жаулап алатын сияқты. Жігіттер, осы анау Нұркен соңғы кездер бізбен жолығуды мүлдем қойды ғой, а? Оның анау қол жеткізе алмай жүрген мисс Мирасы бар, соның артынан жүгіріп жүрген ғой. Мисс Мира емес, мисс Барнаул деңдер. Сол анау мисс Барнаул анау біздің мистер Шәуілдірмен арақатынасын үзу керек. Сен оған басын қорытпай қой. Біз Мара екеуміз ол аттың басын бері қайтарамыз. Дұрыс айтады, Ералаш. Дұрыс айтады. Біз ол проблеманы бірге шешеміз. Оның үстіне біз балабақшадан бері біргеміз. Мен жолаушымен кетіп бара жатырмын. Сіз Назым деген қызды күтіп тұрсыз ба? Дәл солай? Онда жүрейік. Аха. Әдемі ақ бұлттан жасап алғам. Ал келдік, қарындас. Рахмет. Сізден 5 теңге. Нұркен төлеп қоймаған ба? Нұркен? Я. Төлеп қойған. Салтанат деген қызға. Қош келіпсіз, Назым ханым. Сіз барлық қыздарға осында ілтипат көрсетесіз бе? Жоқ, барлық қыздардың бәрі маған осында ілтипат көрсетеді.
Назым, мен бірден айтып қояйын. Мен сізге ертелі кеш міндетті түрде сөз сұрам. Ал қазірше ол уақыт келмеген секілді. Сондықтан мені біліп танып алғанша, менімен дос болуыңызды сұранамын. Жарайды. Сіз достық билетін ұтып алдыңыз. Бірақ байқаңыз, сіз менімен дос боламын деп қас болып қалмаңыз. Жаным, мен жігітпен бұлай жүріп көрмегем. Мен естуімше, бірін-бірін сүйетін жандар ұзақ уақыт жүрсе аралары суып қосыла алмай кететін кездер көп болады екен. Немесе көп қыздармен жүрсе, я? Қалжыңбыз. Мен тыңдашы. Бүрсі күні сені үйдегілермен таныстырайын. Ертеңгіні кеш қылмай қосылғанымыз дұрыс. Онда үйдегілерің қарсы болмаса, тойды да бірден жасап жібере салайық, я? Жаным, сен жақсы көрем ғой, білесің ба? Жаным. Ендеше былай жігіттер, қазір үшеуміздің арамыздан біреуіміз барып, ана екеуінің әңгімесінің ортасынан бөліп жіберейік. Енді мен тыңда. Бөліп тұрғаныңызға 10 минут болды. Сен 5 минутта осы әңгімені қайта аласың. Басқа үйде бар ма сенде? Бар. Қандай? Тыңдап тұрмыз? Супер идея. Үшеуміз қазір плотно жақсылап тамақтанып аламыз. Сөйтеміз де үшеуміздің арамыздан біреуіміз барып аналардың ортасынан бөліп жіберейік та. Қойшы. Ең дұрыс мынау жігіттер. Баха. Сен қазір қастарына барасың да, Нұріктің тұмсығынан бір ұрасың. Артынан айқайлайсың. Менің қызымның басына айналдырғанда мүй шықты ма деп айқайласаң, өздерінің арасында жанжал болып ұрыс басталып кетеді. Мен не істеймін? А сен болсаң, чай кетіп қаласың. Қалай жігіт? Меніңкі дұрыс еді одан қайтып тамақтанғанымыз. Әкел 25 теңге. Жігіттер, мына тиын 25 теңге жақсы түсетін болса, онда Ерлаш сен барасың. Сөйтесің де Мараттың идеясын істейсің. Бол. Ал, қойшы, бармаймын. Ал керіп жақсы түссе сен барасың ба? Жоқ, бармаймын. Онда мен де бармаймын. Басын істейін ба сенің? Мен өз жолдас болама қолым қалай көтерем? Сен жігіттер түгіл қызға қол көтерген жоқсың ба, бәке? Жоқ, ол жай қыз. Қатырасың, китайский боксер. Ол досым. Жігіттер бітейік. Егер келіп жақсы өтін болса, онда айыбымды мен бимен орындаймын. Қандай би? Сен туған күндегі би. Мара! Туған күніңмен! Енді машиналарым мен. Сенің туған күніңе жігіттердің атынан би! Лақтырш көрейік ал. Ал кет, 1, 2, 3, Хоба! Сенің достарың көңіл күйі жақсы сияқты ғой. Әлде олар бір нәрсені бүлдірейін деп тұр ма? Жоқ, олар еш нәрсе бүлдірмейді. Керісінше екеумізге сыйлық дайындап тұрған сияқты ше. Қармыс бейше. Әдем болды ма? Әдем болды. Әдем биледіге, енді әдем барып қайт, бар. Мұрат, сен барасың.
айттым ғой, билеп болған кейін барады деп, дұрыс па? Дұрыс. Не өмірмен? Бар, болды. Бар. Барасың ғой. Уәдеңде тұр енді, барсайшы. Бар. Біреттегі дөу сияқты бәлем бәрін құртайын деп тұрсың сен. Артыңа қарамай бар. Барсай. Балынан ұстап ағамыз ғой. Катердің үстінде балдармен акула аулауға барғанбыз ғой. Сөйтіп анерде бір акула қармағымыз сындырып қойды. Өңке киттер аулай алмады онша ұстап. Содан кейін барып жылан балықтар шықты ма анерде. Не болды? Сен Назым екеуіңді ертеңгі бақалым боксына шақыруға келді. Айттым ғой, олар бір жақсы жаңалық дайындап тұр деп. Мен ертең үйде қонақ күтуім керек еді. Сондықтан сендермен Нурик барып қайтқан дұрыс. Сондықтан сендерге тек сәттілік тілеймін. Дұрыс, Назым. Сен үйіңе ертерек бар. Әйтпесе қонақтарың аштан өліп қалуы мүмкін. Жүгір. Жарайды, түсіндім. Сендерге де кету керек болса, мен де кетейін. Жарайды, жаным, жолғамыз. Хей! Қонақтар күтіп қалды деймін. Жақсы сау болыңыз. Не істеп жүрсіңдер? Жүре берсейші. Тойдың уақытын белгілейін деп жатқанда. Бір вообще сендер ғой. Жүре бер, бәрі жақсы. Отыр. Айтсайшы, не болды? Жүре бер, бәрі жақсы. Кейін айтып берем бәрі. Отыр. Қалай чемпион? Жеңіске қанша раунд қалды? Қалай? Жеңіске қанша раунд қалды? Қалай де болса да, келесі раундта нокаутқа түсіру керек. Білесің ғой мен, шаршап қалатынымды. Менде жұмыртқа бар. Жоқ, қажет жоқ. Жол деймін, саған күш береді. Миллионда. Бізден не көмек, ұялмай айта бер бауырым. Анау не керек болса бәрі істейміз. Қазір ұялатын уақыт жоқ, ойланатын да уақыт жоқ. Маған ең басты айқайлап көмек бер, дауыстап көмек беріңдер. Сонда жеңіс болады. Бол, бекетті алу керек. Жарайды. Не дейді чемпион? Давай! Бізде көмек керек. Шықсай бар енді. Келесі раундта шаршайым дейді. Шық! Оң қалай болса жеңіс керек. Ұрсайшы енді. Енді сенде қандай ой бар? Ұр! Давай, бақа! Түсінгенім бойынша? Болса сағыңыз екеуміз бірігіп жабылғанымыз дұрыс. Давай. Өткені бақаның қалай жеңіске жету керекпін деген сөзі бар. Давай. Ұр бақа, ұрсай, теп! Сен осы бақаның сөзін дұрыс естімеген сәтсің. Тебе сашы! Ұр! Ұр бақа! Тәлтірек деме, ұр деймін! Мен әншімін. Ал әншілер дұрыс естімеуі мүмкін емес. Ау осы десен, біз бақамен жүрген кесе ана қызыңмен жүргесін. Сондықтан жұмысың lazım. Бақа! Давай, бақа, ұр! Кәні, сендер сонша мен қызбен кездесуден алып келдіңдер. Мара жоқ қой. Мара өз мәшінесімен жүр ол. Бақа, теп, бақа, ұр! Бақа, ұршы! Айналайын, ұршы! Тебе сал шығып қарап тұрған жоқ. Теп! Давай! Қолын астына таста. Бақа, давай! Бопте ұртыса бермей бар ғой. Осы жерде давай тиімді лақтырайық. 25 теңге жақ түссе, сенің әңгімең бағытымен жүремін. Ал егерде керісінше герб жақ түсетін болса, бақа не істесе оны істесін. Келістік па? Бақа, давай, бақа! Ұр енді ұрсай! Ұршы, бақа! Давай, бақа, ұр! Еңкеме! Құдайым-ай! Ұршы дұрыстап, еңкеме қазір судан тиетметіге! Қаш, артқа қарай қаш! Ұр! Давай, бақа, ұр! Давай, бақа, ұр! Құлақ шекеден! Бақтамандыр сен, ұра бер! Бақа, давай, бақа! Жүріле
Вот и все. Вот и вся моя жизнь. Так ничего особенного. Не знаю, если бы был шанс прожить ее еще раз, жил бы я по-другому или нет, но все равно, что-то менять уже поздно. Чаша моя, видать, переполнилась. Маму жалко. Ругаться будет. О, становится жарко. Сейчас я закрою глаза. Нет, я лучше открою, мне жарко. Мен сендерге түсінбеймін. Кім сендерге рингке шығуға рұқсат берді? Ағай, кешіріңіз, ол достарым қатысы жоқ, кінәсі жоқ. Теңгенің кесірі. Кімнің кесірі? Ей, сенің миың әбден ауысып бітті ғой. Мен сені жақсы көретін шәкіртім деп ойлап келгем. Мен қателесіппін. Ендеше сен спорттан мүлдем кетесің. Бақаның спорттан кету кетпеуін сіз шешпейсіз ғой? Кім шешеді? Теңге шешеді. Ей, теңгелермен жоғалып кетіңдер. О, айттым ғой, теңге шешеді деп. Келіп түсті. Енді кете берсек болады. Құрыңдар! Кет. Көзіме көрінбеңдер. Барыңдар! Қалай? Жоқ, болмайды. Так. Болмайды. Ассалаумағалейкум, аға, қалайсыз? Не кереге, балапан? Жо, Назымға келген ем. Кімді? Назым. Былай тұр, бұл Нұркен ғой. Кел. Ассалаумағалейкум. Кім? Туған ағың ба? Жоқ, мен туылмай жатып асырап ағым. Бәсе, көршін баласын ұқсын. Сендердің танысуларың өте қызық болыпты. Ал біздің кезімізде мүлде қиын болатын. Көрші ауылдан Назымның әкесі келіп, 2-3 сағат мені күн суықта күтіп тұратын. Сонан соң үйге қарай таслақтыратын. Итіміз үретін. Ит үргеннен соң мен сыртқа шығатынмын. Шықсам, дарбазаның сыртында Назымның әкесі тұратын. Мына жақта мен тұратынмын. Одан кейін қайтып. Есіңде ма? Сөйтіп, күндердің күнінде тағы да қайталап келмейді ма? Көрші ауылдан келіп, тағы үйге қарай таслақтырады ғой. Таслақтырғанда, сол тас барып Назымның атасының басына тиеді. Жай енді. Балдардан ұят болады. Қоя ғой енді. Енді ұят болғанда да енді болған нәрсе емес пе? Енді Нұркен балам. Менің қызымды сүйіп қалған екенсің. Біз қарсы емеспіз, айналайын. Тек айтарым, менің қызым ешкімнен кем болмас екен деп ойлаймын. Мен еш нәрсеге өкпелемеймін. Менде алғаш жанұя болған кезде
Мына келіншегімді еркелете алмадым. Оның үстіне ол кезде жағдайда жоқ еді. Одан 1 жылдан соң дүниеге Жахангир келді. Алла тағала маған бір ұл ғана сыйлап қоймай, көп ақша да берді. Бірақ оның есесіне тағдыр менің мына келіншегімнің денсаулығынан айырды. Анам содан кейін көтер алмай қалған. Я, Жахангир еркелеп өсті. Маған қарындас керек деп жер тепкілеп жылай беретін. Оның өтініші көп ұзамай орындалды. Мына келіншегіміз екеуміз балалар үйіне барып, мына 1 жасар Назымды өзімізге қыз қылып асырап алдық. Содан кейін Назымның қай жігітке тұрмысқа шығатынын Жахангир шешеді деп екеуміз келісіп қойғанбыз. Ұлымыз бағып қағып бізді асырап отыр. Аллаға батаңызды беріңіз. Рұқсат болса, мен тұрайын. Құдай берсін, кең болмасын. Дастарханға береке берсін. Отырған орын жоғалмай, Құдай тілегімізді беріп, жастар бақытты болсын. Аумин, Аллаху акбар. Аумин. Сен маған ренжідің бе? Жоқ, жан. Бірақ, неге сен мені алдадың? Сен осы күнге дейін ағаңның бар екенін айтпадың ғой? Үлкен. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен жара. Сен мені дұрыс түсін. Жарайды. Бәрі жақсы болады. Сау бол. Балапан, сен менің үйіме келіп, нанымды жеп, дәметіп алған жоқсың ба? Әлде саған осы үйдің қожайыны кім екенін ешкім айтқан жоқ па? Мен сен түсіндім. Арғырай айтпай қойсаң да болады. Бірақ сенің жалғыз қарындасың маған ғашық болып қалған. Сен қарсы болмасаң, мен оны бақыт етуге дайынмын. Маған сенсең болады. Саған сену, сенбе, ол менің шаруам. Маған ең бастысы сен өзімді көрмеу. Менде мұнда тұратын ойда жоқ. Назымды осы үйден аманатпен алып шықсам болды. Бұл өз еркімен кетсе бақытты болады. Қарындасыңның бақытын үзбе. Ендеше сен тыңда. Назымның бақыты осы үйден табылған. Біле білсең, ол жетім. Сол жетімге осы үйді берген мен. Сондықтан мен оны осы үйден шығармаймын. Ал саған айтарым, сол қызды ұмыт. Туған ата-анасы бар қызды тауып ал. Жоғал. Жоғал, жоғал! Айттым мен саған Марат. БМВ-ның үстіне секіріп өтіп кету керек еді. А сен болсаң тоқтап қалдың ана жерге келіп тұр. Светофор жанып қалды ғой қызыл. Қызыл жанса не қылады енді? Мен саған айттым 3-тен 4-ке тығып жібер деп. Қоя салшы. Ертең қыздардың көзінше масқара боламыз. Әлі. Біраздан кейін шешем, жарайды ма? Жарайды мақұл. Не қыласың олар? Қалай? Дайындалып отырсың ба, боксер? Бауырым. Жігіттер, мен кешіріңдер. Осы қисқыстың бәрі мен кесірімнен. 25 теңгенің бағытымен жүруге жол ашқан мен.
Сендер менің достарым болып, менің өтірік әңгімемен сен осындай істерге ұшырадыңдар. Осы айтыңдаршы, біреуің де істерің оңбаған жоқ қой, рас па? Мына 25 теңгені көміп тастайықшы. Уақытыр. Айттым мен сендерге. Надоело 25 теңге. Бұрын өшіріп тастау керек. Достым, біз барлығымыз ойлап жүрген армандарға әйтеуір бір күні жетерміз. Бірақ сен жағдайың мүлдем басқаша. Сен өзгерткенде сол махаббат. Дұрыс па, жігіттер? Иә. Өзгеріп әдем болып кеткен, Мара, жалғастыра бер. Нұркен, сенің махаббатыңды біз бәріміз бірге орнатамыз. Дұрыс, Мара. Мен Назымның ағасының кім екенін де білем. Ертең Назым сабаққа барады ғой? Иә. Онда менде супер идея бар. Әйтеуір. Өткен жолы мен осы жердің лидерін біле алмай кеткен едім. Жарайды, бауырым. Сен мына ат арбаңнан қатты құтыламай жүрсің ау деймін. Бұдан басқа реально тігетін дүниең бар ма? Егер сен шын мықты болсаң, менің автокөлігім саған сөзсіз табысталады. Егер де мен осып кетсем, сен менің кез келген шартымды орындайсың. Келістік па? Отын сені ұтам ғой. Бірақ сенің мынауың мақтан шақтып кетіп. Менің жанымның дөңгелегінің 20% бөлігінде құрамайды ғой. Красавчик! Ал жарыс болғаннан кейін ордаға тігілетін дүниеде тең болу керек қой. Дұрыс па? Аселя, қарап тұр, қазір мен оның обломын шығарамын. Жоха, егер саған ставка аз болса, мен өз көлігім Lexus'ты 99-ға қосып тігемін. Сен ұтқан жағдайда мен өз сөзіме өкінбей, көлігімнің кілтін саған табыстаймын. Ал егер де сен қалып кетсең, онда 99-ның шарттарын орындайсың. Келістік пе? Давай, Жоха, келістік. Мейлі, келістік. Айта бер шартыңды. Ондай болса тыңда, бірақ ашуға салма. Сенің қарындасың менің досымды өз еркісімен сүйеді. Сондықтан біз Назымды қазақтың салт дәстүріне алып қашамыз. Егер де сен менің артқы дөңгелегіме жете алсаң, жеңіс сенікі. Назым сол кезде сенімен бірге қалады. Ал егер біз Нұриктің шаңырағына бірінші кіріп, дарбазаны жау білгерсек, қыз сонда қалады. Сен шүгіл, сен кімсің мен қарындасым ортаға тігетін, Аға, бұл менің шешімім. Сен мықты болсаң дәлелде, өз қарындасыңа қарсы шығып, көпшіліктің алдында ұятқа қалмайтын шығарсың. Мына мен үйімнің адресі. Саған жеңілдік болсын. Прикинь, Жоха, мыналар ше! Бауырым, өзіңе сенімдісің? Нұрик, болашақ жарының көзін жауып мұқтап ұстап отыр. Бәрі жақсы болады. Оң жақтың қыз Марат. Бас, Марат, давай.
Эй, бассайшы. Басып отырма. Нұрке, нормально. Давай. Жаным, мен қорқып жатырмын. Жіберме, Марат. Мара неге басқа көшемен кетіп барады? Жетіп қалды. Сәл қалды, шыдап ауырым, жетіп қалдық, міне. Қорқпа. Давай. Нурик, бәрі жақсы болады ғой, бәрі. Красавчик, Мара, жеттік. Жоқа светофорда қалып кетті. Не, жүріп берсей жолыңмен. Келін келатыр. Ура, келін келатыр. Ура! Келін келатыр. Ура! Досым келін әпкез. Лай. Кіріңіздер үйге. Ей, отын жарсыншы. Ұстаны балғана кел. Балтаны әкесінші бері қарай. Тарт бері қарай, я. Қазан жуыңдар ішен. Фери қайда, Ферида кел. Ферида кел. Ей, Ассалаумағалейкум. Кеше. Келін құтты болсын. Құтты болсын. Жұғысты болсын сізге де. Қайсың анау, Нурик па, Шақыр? Ау? Нам палау. Палау кешке дайын болады ғой. Шақыр. Нурик! Газдан адам кеп тұр, барып сөйлесіп қач. Кәмпит жейсің ба? Жоқа, мен сені өз сөзіңде тұрады деп ойлаймын. Сондықтан жеңілісіңді мойындайтын шығарсың. Сен бұмен жеңіске жеттің деп ойлама. Назымның әке-шешесінің айтқан сөзін есіңе түсір. Біле білсең, Назымның қалыңдығы ол менің айтқаным. Ей, балам, кірмейсіңдер ма? Сом өгім, қайсытыр. Сықпай әйтеуір? Нормально. Тоже соуға сықпа. Қалыңдық $10,000. Болмаса, қазір мына туысқандарың арасынан сенің бұрын сүріп, дабдалаңды шығарып қыздалып кетем. Ол мен қолымнан сөзсіз келеді. Давай. $10,000 деп жатыр. $10,000? Ей, мен $10,000-ға екі клип түсірем ғой Жайдарма студиясына. Қойшы болды. Айтып атқанымызда $10,000 аз ақша емес. Адам өз көтерілмей жүргіңізде. Таптым. Менің автокөлім сатайық. Жо, достым. Сен өз көмегін көрсеттің. Иә. Ең басты қыз үйде. Иә. Ал ақша мәселесін біз басқаша шешеміз.
Ағай, мен өз денсаулығыма өзім жауап берем. Тек келістіріп берсеңіз болды ғой. Сенің бұл ісіңді мен мақұлдамас едім. Егер досыңа көмек болса, мен ризашылығыммен көмек берейін. Саған керек ақшаны қалада бір ғана адам төлеседі. Сенің көзіңше, мына телефонмен қазір соны келістіріп берем. Алло? Да. Салам, боец. Алейкум салам. Как твое здоровье? Что, желание испортить? Да тут есть предложенная сумма. Ну? Как всегда. Ага. Бой до поражения. Ты, главное, скажи мне время. Завтра там же в 9. Ага, тогда я завтра жду тебя. В Пятаке в 9 часов вечером. С наличными. Хорошо. До встречи, боец. Давай. Yes. Ал, Баха. Ақшасын не істейсің? Менің ақшам, ол менің денсаулығым. Соны ғана тіге алам. Жарайды. Бірақ бір нәрсе есіңде болсын. Мен келістіріп берген нәрсені ешкім білмесін. Жарайды. Балалар топырлатпай, бір ғана баланы ертіп барсаң болады. Ал ертеңге дейін дайындалып кел. Жарайды. Жақсы аға, рахмет. Бақа бауыр, қорқпа. Ең бастысы мен жаныңдамын. Дірілдеме. Көзің бодыр болып тұрсын. Бақа, мынау тұрған бөлмеге кір. Қарсыласың, сол бөлменің ішінде сені күтіп тұр. Бұл жекпе-жек болғандықтан ешкім сендердің төбелестеріңді көрмейді. Ақша да сол бөлмеде. Жеңген адамның өзі алып шығады. Үсті таза, қару жоқ. Бәрі мұқият тексеріп қарадым. Ал, сәттілік. Жігіттер, бірмен. Бақа, сен уайымдама. Қасыңда Ералаш деген досың бар. Егер сен ұтылып қалсаң, сен туралы ән жазам. Жағың қарсың. Уайымдама. Мен саған уәде берем. Мына бөлмеден мен бірінші шығам. Не болды? Ішінде бір адам жүр ғой. Бір адам? Я. Ақымақ, ол сен қарсыласың ғой. Той. Ма, адам сонша қорқытып. Бар енді. Тоқта. Бастамас жаман емес.
Оорум, мен сен жеңіске жететінін білгем. Ерлаш, ақшаны жетелдірде Нұрекке жеткіз. Доллар ма анау? Доллар. А? Бізде уақыт жоқ, Ерлаш. Саған. Ерлаш, сен арты қарама, жүгір. Құрындар жетіп алыңдар анаған. Мама. Ерлаш, Нұркенге жедел түрде жеткіз. Жарайды ғой. Әке, не өкіп кетті мына жерде? Қандай концерт болайын деп жатырыз, мен түсінбедім. Мына жерге келдік, гример жоқ. Администратордың түрі мынау міне. Алтынбек, сен шығатын Қазір Руслан, тұра тұршы, 1 минут сөйлесіп алайын. Бәке, бүйтейік. Жақсылап келісіп алайық. Егер жұмыс істейтін болсақ, маған нормальный администратор беріңіз. Маған в конце концов гример беріңіз. Қазір шығамыз, абыройымыз бір тиын болады. Сол іс керек пе сізге? Еш болмаса киім Руслан, дейін қазір 1 минут. Енді бәке, былай болсын. Жарайды, мен осы жол шығам. Бірақ, келесі жол бұндай болу керек емес. Да. Кешіріңіз, Алтыге, автокөлік қойып жібересіз ба? Кірш. Сырттағыларға мазалай бермесін. Жарайды. Кейінейік онда. Автограф жоқ, жігіттер, заппай. Есік жабыңдар. Руслан! Казмей шурекмы! Открой песня! Охрана! Орталарыңызда болған Бақай тобы. Келесі сахнаға шығатын өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз эстрада жұлдызы Алтынбек Тәшімбетов.
2, 3, 4, Көп рахмет, 5. көп рахмет. Келесі сахнаға шығатын қыздар айдолы қабылыңыздар. Мына жеріңе жаман тиіпті. Ертең көгереді мына жерім. Тиме. Жақсы болып кетеді. Қалмал қайда? Міне, ақшаң. Аға. Бар жетіңе. Бар дейін. Бақа. Жарайсың. Жағың қалай? Марат. Жеңіс сенікі. Сонда да сенің көлігің қатар ба? Ералаш, бауырым. Бері кел. Мынау осы жердегі жақын арадағы студия. Сөйлесіп қойдым. Жұлдызың жансың. Ал сендер бақытты болыңдар. Звезда болам. Назым, сен ішке кіре бер. Жігіттер, сендерге бірақ айтар сөзім бар. Запрайыз тиін-темендерің бар ма? Жігіттер, 25 теңге менде тұр ғой. Жігіттер, жарысуға қалай қарайсыңдар? Жаман емес. Жарсаңыза? Қалдыңда егер теңгең болса, жаратпа досым оны босқа. Дұшпаның сенің талап жатса, қорықпа досым көмек сұра. Қадамың сенің қысқа болса, түйінім бар